Сәлем достар, сәлем аяулы аналар. Бүгін сіздермен осындай керемет инфузия деген дүние жайлы өзім білгенше айтқым келіп тұр. Басында өткен мен больницада жатқан кезде кішкентай мен бұны түсінбей қорқынышты көрінетін маған. Сөйтсем бұл инфузия дегеніміз как система ретінде жүреді екен. Мысалға біздікі үлкендерге система салған кезде капельдің саны үлкен баночкада болады. Ол енді 250-500 миллиграммдық болады. Ал енді жаңадан туылған балаларға мінекей только 50 миллиграммдық салады. Енді өйткені олар кішкентай ғой. Грамм аз болу керек. Бұл бізде қазір глюкоза алып жатырмыз. Мінекей. Мына керемет дүние. Өзім таң қалдым. Қараңыздар, 50 граммдық шприцқа өстіп жаңағы қажет системамыз соң құйылады екен барлығы. И мына жеріне алынып салынады. Бізде үлкен 50 граммдық шприц. И мына жерден ақырындап артынан итеріліп отырады да, сонда ақырын жіберіліп отырады. Өстіп шлангысы арқылы. Енді бұның бір ерекшелігі, жаңадан туылған балалар өте нәзік келгендіктен бұл өте баяу жүргізіледі. Мысалға, 50 граммдық бізде ровно 6 сағат. 6 сағат 5 минут па даже сондай уақытта бітеді. Ал енді мына жерде қарасаңыздар барлығы көрсетіліп тұрады. Мысалға, мына жерде шприцтің толық бітуіне 3 сағат 56 минут қалды деген сөзді білдіреді. Ал үстіндегі 27-54 дегеніміз ол қалған граммы. Неге қарасаңыз 30-дан сәл асты. 30 грамм қалған жоқ, демек 27 миллиграмм қалды деген сөз. Ал 52-ні қарасаңыздар, қазір 51 болады. Кішкене тұрып 50 болады. Бұл как, мысалға уақытта 1 минутта 60 секунд бар ғой, сол сияқты. Қазір 49, 100-ден басталады негізі. Мысалға 27-де 99, 27-де 98 деп төмен түсе береді 0-ге дейін. Сол 99-дан 0-ге дейін келген кезде келесі 26 деп ауысады. Ал енді мен ауысын 7-ден 0 деген ол жылдамдық сияқты меніңше. Өйткені жаңадан туылған балаларға 7-мен жібереміз, одан өз уақытымен босанған салмағы жақсы балаларға 8-бен жібереміз деп жатады. Менің түсінгенім солай. Бұл бізде сонымен қатар су толыққа тығылып қояды екен. Тоқпен жұмыс істейді. Және мына жерден жасыл жанып тұрса, ол уже жүріп жатыр деген сөз. Ал шприцте уже аз қалған кезде, бітуге шамамен 2 минуттай қалған кезде, мына жер өзі қызыл сары болып жанады. И және музыка ойнайды, дин-дин-дин дегені. Шприц бітейін деді деп, и мына жерге де жазу шығады. Бітуге мынанша уақыт қалды, шприцті алыңыз, удалите деп шығады. Ал бізде үлкендерде, мысалы, системаны қойған кезде, капельница біткен кезде тезірек өшіруге тырысамыз, оны тоқтатуға. Себебі ауа кетіп қалады. Ал мынада до конца жүргізілгендіктен, мына жерге дейін ауа кетіп қалу деген жоқ. Уақыты бітсе де, ол тұра берсе ешқандай зияны жоқ. Қандай керемет, балаларға, кішкентай балаларға сондай зияны болмайды. Чүн капельницадан ауа кетіп қалу дегендей әңгіме жоқ. Егер сіздерге бүгінгі пайдалы ақпарат сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады.